Бұл әлемде ең мықты қазақтың жастары деп. Адамның малым, арым, жанымның садақасы, арымның садақасы. Иә, садақасы деді. Түрік әлемі біздің мына түркі тілдес халықтардың ішінде ең бірінші қазақ тілі екен. Оны бәрі мойындап отыр. Дұрыс айтылды. Бірақ мен кейде таңғаламын, қазақ өзіміздің тілімізден сөйлегенде өзіміз кейде ұялатындар бар. Кеш жарық, қадірменді көрермен, Де-факто FM радио желісінде бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Тұрғанов Нұрбек. Бүгінгі біздің қонағымыз заң ғылымдарының докторы, профессор Молдабай Сарқытбек Сәрсенбайұлы. Сарқытбек аға, қош келдіңіз. Рахмет, саламатсыздар ма? Бүгінгі күн күздің жайдарлы, жаймашуақ күнде бүгінгі ауа райы бәрі керемет деп ойлаймын өзім. Енді қазіргі таңда біліп отырмыз, сізді заң ғылымдарының докторы, профессорсыз. Біздің тақырып қазіргі жастардың патриоттық сезімі туралы қысқаша айтып түсіндіріп кетсеңіз, сол жайлы. Енді жалпы патриоттық сөзге келетін болсақ, ол енді қазақтың сөз емес, ол былай айтқанда халықаралық. Бұл негізі менің білуімше кезіндегі совет идеологиясынан келіп отырған сөз ғой. Ол кездерде идеология мықты болды. Идеологияның арқасында қоғамның балалары бар, жастары бар, үлкендері бар. Сол идеологияға тақап, сол патриоттық сезімді тудыру үшін неше түрлі балалардан бастап ұйымдары болды. Өздеріңіз білесіздер, пионер деген, комсомол деген, партия деген. Соның арқасында сол енді үлкен өзінің бір, былай айтқанда, орны болды, әсерін берді. Жалпы патриоттыққа нетіп, есіңізде болса, совет фильмдарын көрсеңіздер, көркем фильмдарын, коммунисты вперед деп, коммунисттарды бірге алдады, потом комсомол кетеді, потом пионер кетеді. Соның арқасындағы ғой, енді жалпы біздің қазақ қоғамына оралсақ, енді ондай бір не болған жоқ, но дегенмен де отан сезім дейді қазақ. Отанды сүю. Отанды сүю дейді. Ал енді отан неден басталады? Ол ошақтан басталады. Жалпы бүгінгі таңда менің ойымша бізде енді қазір былай айтқанда бір идеология жоқ қой. Конституцияның 5-ші бабында идеология бойынша бізде неше түрлі идеология бар. Многообразие идеология дейді ғой орысша айтқанда. Бір идеологияны ұстанбаймыз, бәрі неше түрлі идеология. Енді бір жағынан оның енді қазір енді түсініп отырмыз, сол егемендік болғаннан бастап бізде сол неше түрлі идеологияның арқасында, былай айтқанда, біздің қазір ұрпақ бұзылғандай сияқты енді. Әр жан-жаққа тартып отыр да. Біреулер араб болам дейді, біреулер орыс болам дейді, біреулер тағы басқа болам дейді. Сонымен қатар нақты өзіміздің қазағымыздың несін, ол енді национализм деп, ол да болмайды деп отыр. Ұлттық, иә. Ал негізі қазақ болғаннан кейін қазақтың өзінің идеологиясы болу керек, менің ойымша. Енді қазақтың идеологиясы менің пікірімше үш неден тұрады. Ол бірінші ошақ. Ошақта міне жанұяның тәлім-тәрбиесі, жанұяның құндылықтары, әке шешені сыйлау, туған туысын сыйлау, содан басталады. Содан кейін бізде енді отан көлемінде отан сезімі, содан кейін енді халықаралық бүгінгі жалпы әлемде болып отқан бүкіл дағдарысқа қарап нетіп отырсан, сол әлемде біз қандай орын алып отырмыз?
орда сезім деп айтуға болады. Сонда міне ошақ, отан, орда. Сол міне біздің идеология болу керек. Ал енді оның бәрі, былай айтқанда, бір жүйеге салсақ, ол қазақтың құндылықтары. Бірінші неден тұрады, мына дәстүр, салтымызды. Дәстүр, салт дәстүрлеріміз. Енді анау біздің сол жанұяда ең басты бұл әке мен ананың рөлі, ол қандай тәлім тәрбие береді. Содан кейін бала әке мен шеше қалай болу керек. Содан кейін әке балаға қандай болу керек. Енді моделі, ананың моделі, әкенің моделі и баланың моделі. Қарым-қатынастар қандай болу керек. Қаншалықты ол жалпы сол отандық сезімге алып келу керек қой. Міне мысалы тәрбие мәселесі ол, тәрбие мәселесі. Тәрбие мәселесі, тәрбие мәселесінде енді ол әке шешесін сүйген бала, әке шешесін құрметтеген бала, ол әрине өзінің қазағының құндылықтарын құрметтейді. Ертеңде ересек болған кейін ол отанға байланысты. Одан ары ордаға байланысты, қазақ ордасын жалпы. Енді бізде ата-бабамыздан келе жатқан өзіміздің зиялы қауым дейді, ақсақалдар дейді, үлкендер дейді, өмір бақи өзінің мынандай салт дәстүрінде сондай бір үгіт насихатпенен, өзінің жырларыменен, өзінің былай айтқанда тәлім тәрбиесіменен, жыр термелерден бастап бәрін баулағанда неге баулайды? Бірінші сол ошағына, ертеңді отанына, үшіншіден ордасына. Сөйтіп қарап отырсаңыз, өзі бір жүйе. Қазіргі таңда сонда әжелеріміз бесік жырын білмейді. Сол себепте қазіргі таңда мына жастарымыз идеология саласын түсінбей, ауытқулар сол себепті болып жатыр ма деп ойлаймын мен өзім. Әрине, дұрыс айтасыз. Себебі енді мысалы ол бала үйінде тәрбие алмаса, содан кейін жалпы ол ұясында нені көреді, ұшқанда соны көреді дейді ғой. Сондықтан бізде көп жағдайларда біздің жастарымыз сондай бір недерге келгенде не әке шешесі үйретпеген, не өзі білмейді. Сонда бір қиыншылықтар туып отады қоғамда. Дағдарыстар туып отады. Тіл мәселесі қалай? Тіл мәселесі енді қазақ болған екен, Қазақстан болған екен, міндетті түрде. Тіл ол бірінші рөл ойнайды. Тіл ең басты бізде тіл. Ал тілдің жағдайын өздеріңіз білесіздер. Қазір не болып отқанын. Қайткенде де көш жүре түзеледі дейді. Менің ойымша енді мен Совет үкіметінде өмір сүрдім, көрдім. Қазіргі таңда енді жермен көкте енді Құдайға шүкір. Енді бір аз болғанда біз тілімізден де айырылып қалар едік. Құдайға шүкір бармыз, тіліміз бар. Енді мен қаншалықты өзім енді жалпы бала кезімнен бәрін орысша бітіргем. Үйде жалпы орысша болған, енді жоқ, әке-шешеміз болды. Әке-шешеміз қазақша сөйледі. Мен сол әке-шешенің арқасында қазақ тілін білдім. Кәртеген кезінде олар енді жастарына қарағанда ересектей болды. Мен әкеме 45 жасында мен тудым. Анам әкемнен 5 жас кіші. Сонда олар енді 40-45 жасында дүниеге келгенсіз. Әкем 45-те болғанда мен дүниеге келдім. Сонымен санай берсеңіздер, мен где-то бір мектепте оқып жүргенде, олар уже үлкен кісілер болды, ересек болды, көздері талып қалады. Бүткіл осы біз Көксу ауданында Жарлыөзек ауылдық округ дейді, сонда тұрғанбыз. Сонда газеттерді сатып алады. Аудан газеті Еңбек туы, облыстың газеті Октябрь туы, Қазақстан әйелдері, мәдениет және тұрмыс, Лениншіл жас, әлімгі дейін білем, жалын. Солар көп келеді бізге газет журнал. Екеу екі жақта жатады. Мен онда бір сол
4-ші класстан бастап па 10-ші классқа дейін екеуінің ортасында отырып әлі қазақша газет журналдарды оқып беріп дауыстап. Өзім орысша оқып жүріп, сонда енді дегенде көркем әдебиетін сол орыс тілінен бастадық. Есімде бар. Ең бірінші қазақша оқығаным әңгіме кітаптардан Мұхтар Әуезовтің «Ранние рассказы» дейді, соны қазақша оқыдым. Сонда оқығанда, сонда түсіндім оригиналменен орыс тілінде қандай оқыған и қазақ тілінде қандай оқыған. Енді бұлай образды айтқанда, әлгі қазақша оқығанда әлгі әңгімен кейіпкерлердің арасында жүрсін. Даже сол бауырсақ пісіріп дегенде сол бауырсақтың дәмін, иісін өзі иісі келеді. Иә, оригиналды оқығанда. Ал енді орысшада ондай емес. Содан мен жайлап ең үлкен кітабым сол Әбдіжәлел Нұрпейісовтің «Қан-мінеттерін» қазақшаны бітіргем. Мектепте оқып жүргенде. Сол мен бертін келе жатып, 90-шы жылдары заман ауысып отқаннан кейін, қазақ тіліне көшіп отқаннан кейін, мен көп жағдайларда соның арқасында, әке-шешемнің арқасында қазақ тілін білуіммен, мына істер болды, іс жүргізу, жалпы қазақша недерді. Жалпы біз мына сізді шет жағасын білеміз, сот саласында жұмыс жасағансыз, судья болғансыз, қалалық сотта және әскери сот жүйесінде. Жалпы бізде Қазақстан Республикасында сот мәселесі қалай өтеді? Сол мені көп қызықтырады да. Жабық сот дейді, ашық сот дейді, сол. Соттың өзінің заңы бар, соттың. Бізде, мысалы, сол заң саласында, сотқа байланысты қылмыстық істер жүргізу кодексі дейді. Қылмыстық кодекс дейді. Қылмыстық кодексі олда қылмыстардың түрлері. Ал енді қылмыстық істер жүргізуде онда сот қалай қарау керек, қай уақытта қарау керек, қалай қарау керек, кімді сұрақ қалу керек, кімді тарту керек, сондай недерді, жазаны қалай беру керек, сол жағынан. Енді менің ойымша жалпы енді қиын жұмыс. Оның бәрін әр адам тағдыр, адамның тағдыры ғой енді. Тағдыры, иә, оны бір қателесіп кетсін де, нетсен де енді сондай бір қиын кездер болды. Сондай процесстер айтып берсеңіз сол процесс жайлы. Айтып берейін. Енді неше түрлі болды. Мен мына Талдықорған облыс сотында істеген кезінде, Алматы облыс сотында істедім. Алмалы ауданы сотының төрағасы болдым. Әскери соттың алқа төрағасы болдым, қылмыстық істер бойынша. Енді жалпы неше түрлі кездеседі. Енді тек қана сот болдым деп, енді одарды кінәлай беруге болмайды ғой. Ол неше түрлі олқылықтары болады, қателіктері болады. Содан кейін мынандай бір сотқа берілген бір өзінің бір жағдайлары болады, жеңілдетуге жазаны, бостандыққа жіберуге дегенде. Бізде мына осы Текелі қаласында сол 90-шы жылдың ортасында қойдым. 90-шы жылдың ортасында бір жасөспірім қызды, бір 9-шы оқитын қызды зорлап бауыздап кеткен. Бауыздап, сондағанда қаланың саябағына бір шұңқырға тастап кеткен. Соны тауып, әрген бірінші бір қазақ балаларын жауапқа тартты. Ол одар болмай шығып, тағы бір екеуін тұтқынға алып, содарды соттап, содан кейін біздің облыс сот одарда бостандыққа жібере салды. Ақтау үкімін шығарды даже. Сол жоғары сотқа барып, ол үкімді былай айтқанда бұзып, тағы жіберді. Соны мен қарадым. Мен қарадым да, оны уже біреу өліп қалған, екі ағайынды болған. Осы біздің сезуда қайтыс болды, біреусі. Біреусі бар. Соны мен мысалы
ақтаған адам ғой енді, ақталған адам, ақталып шыққан. ақталып шыққан адам. Сонымен тағы қарап, тағы 2 ай қарап, 2 томнан 4 том жасап, неше түрлі бір экспертизаларды өткізіп, әлгіге ату жазасын бердім, мысалы. Ондай да болады. Көп жағдайларда ақтайды ғой. Көп ондай өте сирек болады. Оған мықты дәлелдер керек. Оған былай айтқанда жалпы тек қана сенің көзқарасың емес, басқа да бір дәлелдер емес, оның ғылыми жағынан да келіп сондай дәлелдерді шығаруға жасайтын недер. Енді ондай істер көп. Ақтаған жағдайларым болды. Мысалы, жасөспірімдер осы детский мирдің біздің ордап шұңқыр қазып, сондай бір недерінен, ондай да бір қылмыстар болды. Оларды мен ақтап жүрдім, анан бәрін іліп қойғанда, сонда ойлам, анау бір... Жалпы сіз сол мәселеде ұлтшыл деп, жаңағы қазақилық, қазақтың баласын жіберіп, басқа ұлттың баласын... Сондай болды. Мына Бухов деген бар ғой, әлі дейін бар ол кісі. Солар скандировать сотқа келгенде, бұл қызды қазақтар өлтірген, қазақтар ғана бауыздайды, қойша бауыздап тастаған деп. Негізі орыстар болған. Ондайлар болады, ондайды ұлтшылдықтар недері болады, басқасы болады. Жалпы мәселе ол сот болғаннан кейін жан-жақты болу керек, объективті түрде қарау керек. Ол енді қиын жұмыстар. Мен енді ондан өзім... Өте ауыр жұмыс. Өте ауыр жұмыс. Өзім... Адамның тағдыры ғой. Өзім ғылыммен шұғылданам деп мені жібермей, жоғары соттың төрағасына дейін барып, ойбай міне ертең боласын, бүрсігін боласын, бастық боласын, облыстың басқарасын деп мәйтін жоқ істеген кедеріңіз. Рахмет. Ол кісілер бар ғой, көрсе біледі. Мен ғылыммен шұғылданайын одында. Ол маған жақпайды екен дедім де. Енді ғылыми жүйе, сонда мен көргенімде, енді мен сол шетай Совет үкіметі одыраған негейін бастадым ғой. Қайткенде де жүйенің өзі өзгеріп бара жатты. Жақсылыққа апармайды деп ойладым мен бұның бәрі. Міне көріп отырсыздар. Қазіргі таңда қалай, қазір енді сіз зейнеттесіз ғой, сот мәселесі қазіргі таңда сіздің ойыңыздан шыға ма? Сол кезбен салыстырғанда. Қазіргі таңда ол кезде енді кішкене қиындау болған шығар, қазір одан да қиын. Одан да қиын. Одан да мәселелер көп, күрделі мәселелер онда. Бұның жалпы былай айтқанда үлкен реформа керек. Бұның басынан аяғына дейін басқаша қарау керек. Басынан аяғына дейін басқаша. Енді біздің айтып отырған, мен де сөзіңізді білейін. Мен өзім жаңағы тарихқа үңіле қарап, зерттеп өзімнің қазақ тарихы қалай өтті. Мына Жетісу өлкесінде небір ескелді би деген билер бізде ол кезде осыдан 17-16 ғасырларда судьяларды қазіргі тілмен айтқанда сол кездегі билер шешкен ғой тағдырларын. Мал ұрлығы болып жатса төрағасын билер шешсін деп біздің өзіміздің Жетісу өлкесінде ескелді биіміз бар, Қаблиса жырауымыз бар. Историядан, тарихтан білеміз, Қазақстан тарихынан. Сол кісілер адал шешім қабылдап, олар жаңағы ананың ағасының баласы деген ондай қарамаған, өзінің таза ойын, пікірін ашық түрде жариялап шығарып берген. Сол үкіммен халық бәрі келіскен. Қазір ондай емес деп ойлаймын. Қазір үкімет тарапы шешеді. Дұрыс айтасыз, себебі мысалы біздің қазақ даласында билер әділетті болған, адал болған. Еш уақытта да, ешқашанда біреудің былай айтқанда нұқсан несіне келтірмеген. Енді ел арасында ойбай мына би пара алыпты, әлде әділ шешпепті десе бітті, оған ешкім бармай қояды. Келмейді. Сондай болды. Себебі ол заманда ол билеріңіз мысалы ол тек қана
сол билігін атқарып отырған жоқ. Ол өзінің мынандай бір өзіменен, өзінің дуал сөздеріменен, шешімдеріменен, былай айтқанда қазақ қоғамының бір алтын қазығы болған. Соған қарап ел, жұрт өзінің қай жерде адалдық бар, қай жерде шындық бар, содан біліп отырған. Біреудің ала жібін аттамау, біреудің қазақтың былай қарап отырсаңыз бүткіл өмірі, жалпы недері бәрі оқумен байланыстырады да, біліммен байланыстырады. Біліммен байланыстырады. Мысалы, да, біздің идеологияны идеология кетіп қалдық қой. Оған дейін білімді. Өтірік өрге баспайды дейді. Ұрлықтың түбі қорлық дейді. Сондай недерменен. Мысалы, қазақ балаларын көп айтпаған, ол ұят болады, обал болады, жаман болады дегендей, сондай бір. Жаңағы жаман іске әкеңнің атын жамандық қандай. Енді бұлай ғой қарасаңыз, малым арым жанымның садақасы, арымның садақасы. Садақасы дейді. Мысалы, өзінің қазақ өзінің ұрпағына қалай қараған? Бала болсаң ұл бол дейді. Ұл болсаң шоқ бол дейді. Шоқ болмасаң жоқ бол дейді. Қандай қатыгездік, керемет айтылған. Керемет айтылған. Ол бізде қазір қалай? Бізде қараңғысы көрінсе болды ол. Наркоман ба, басқасы ма, анау ма, алкаш па айту, тірі болса болды дейді. Ананы көрмейсіз бе? Бала болсаң ұл бол, ұл болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол дейді. Керемет айтылған. Тағы да мәселе бар ғой. Бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген. Қазақилығымызды жоғалтпайық. Ең басты мәселе біздің жаңағы айтып отырған қазіргі таңда қазақилық. Жалпы отбасыңызда қазақша сөйлейсіздер ғой. Қанша бала, өзіңіз туралы тағы. Енді мен қазақ нақ санын айтпайды ғой. 3-4 балам бар, 5-6 немерем бар. Жалпы енді өзіміз бұлай орысша да қазақша да сөйлейміз. Енді Құдайға шүкір, міне алды қанша уже 5-7 класс оқиды немерелеріміздің. Құдайға шүкір, енді болашағы бар да ойлаймын. Ал жалпы мына патриоттық дейді ғой, бізде патриоттық былай айтқанда енді сол совет идеологиясынан келе жатқан құрастырылып айтылған сөзді. Ал негізі бұл мына табиғаттың заңы бар. Табиғаттың өзінің заңы бар. Адам осы дүниеге келгенде бұның ең басты былай айтқанда мақсаты адам болып келдің бе, сен пайда келуің керек. Осы келдің, өзі пайдаңды, үлесіңді. Сен бұл дүниеге жейм, ұрлайым, қарақшылық қылам, анау-мынау деп келмейді адам. Бұл табиғаттың заңы. Бұл табиғаттың заңы, былай айтқанда, бүткіл діндерде, бүткіл осы бір, ол табиғаттың заңын көруге болмайды, искеуге болмайды. Болмайды емес, бола алмайды, істей алмайсың. Бұл табиғаттың заңы деген, міне адам, жақсы адам. Ол әр қашанда өзінің жақсылығының арқасында жақсы біреуге жәрдем беріп, жақсы сөз жарым ырыс деді ғой. Сондай бір недермен ол жақсы өмір сүреді. Ал енді бір жамандық жассан, басқа да бір жассан, ол мәселе сотқа емес байланысты. Заңға байланысты емес, қоғамның заңы. Ол табиғаттың заңына байланысты. Қаншалықты мына адамның бұнда бәрі қалыптасқан ғой. Бүткіл қалыптасқан. Бізде қазақта ата-бабамыз, сол әке-шешеміз де айтып отыратын, малды теппе,
жасыл өсімдіктерді жұлма босқадан босқа табиғатқа зиян келтірме деп. Біздің ата бабамыз табиғатпенен былай айтқанда байланысты болған. Табиғатпен байланыстырып ұрпағын тәрбиелей білген. Иә, ұрпағын тәрбиелей білген. Сонда қарап отырсаңыз, енді қоғамда кім қалай ұтымды? Жаман адам болуға ұтымды ма? Әлде жақсы адам болуға ұтымды ма? Көбісі соны ойланбайды. Жақсы адам болуға ұтымды. Негізі жақсылық жасап, жақсы не мына философияда утилитаризм деген бар, анау көне грек философиясынан келе жатқан. Содан кейін бертінде біздің деппін ғой, мына әлемде 1700 ол нешінші ғасыр? 18-ші ғасыр ма? 18 ғасырда мына ағылшын философ, юрист Еремей Бентам деген болған. Сол утилитаризмді жетілдірді. Оның пайымдауының бойынша әр адам, осы әлемге келген адам пайда келу керек. Біздің жалпы қандай ұлтына қарамай, басқасына қарамай, адам болдың ба, сен бұл әлемге босқа келген жоқсың, сен бұл әлемге пайда келуіне келдің. Бірінші енді өстің, жеттің, әкешен қарауында болдың, өзіңді пайда келесің, білім аласың, өсесің, өніп өсіп дегендей. Содан кейін енді бір неге жеткеннен кейін, сен кім өсірді? Кім сен отыр? Әкешеге пайданды көрсетуің керек. Туған туысына, ауылына, Қазақстанына қолынан келіп жатса, бүткіл әлемге осы қоғамға пайданда кел. Ондай адамдар бар, болып жатыр, болады да. Міне адамның мақсаты. Ал енді сен туа салып, осында шірет түсе қалып, қылмыс жассан, өтірік айтсан, ұрдық қылсан, ол әрине, сен қаншалықты өзінен сондай бір жаман іс, жаман сөздер шықса, соншалықта табиғаттың заңы бойынша сол жамандықтар саған қосылады. Сол себептен біздің миссиямыз тек қана жақсылық әкелу, пайда әкелу. Бұл сол Еремей Бентам дедім ба? Еремей Бентамның үлкен жұмыстарын қалтырған философиялық, политологиялық недерменен. Бұның енді жалпы қоғамда өзгертуге болады. Қоғамды тек қана эволюциялық жолмен өзгерту керек. Революциялық қол болмайды деп. Ол қалай эволюциялық? Эволюциялық деген біздің ата-бабамыздың ұстанған жолы. Дәстүрі бұрынғы ата-бабамыздың жолы қалай? Үгіт, насихат, тәрбие, жайлап, тәрбие жөнінде, оқу жөнінде сөйтіп тәрбиелеп, өсіріп, әр ауылдың өзінің төбесі болатын. Сол төбеде ақсақалдар отыратын. Сол төбеде ақсақалдардың жанына барып, ауылдың адамдар қосылады, балалар ойнап жүреді. Сонда олар уағыз айтады. Бала құлағымен естиді. Тәлім тәрбие алады. Сөйтіп, ұрпақтан ұрпаққа сол жалғаса берген. Бұл да Еремей Бентам айтады, эволюциялық жолмен. Біз қоғамды үйретуіміз керек, оқытуымыз керек, үйретуіміз керек, тәрбиелеуіміз керек дейді. Бірақ бұлардың былай айтқанда оппоненттері болды, марксизм, ленинизм, Ленин деген. Олар айтады, жоқ, Еремей айта береді, оттайды, болмайды олай. Біз бәрін бульдозермен алып қырып тастап, жойып, революция жасап, жаңа өкімет саламыз еді, жаңа мемлекет салды. Ал салды. Ары кетсе 70 жылдық өмір сүрді. Ал эволюциялық жолмен кеткен, қазіргі таңдағы бүткіл әлемдегі дамыған мемлекеттердің бәрі осы Еремей Бентамның жолымен кетті. Соның бірегей Турция дейсіз ғой? Сонда Турциям бар, Англиям бар, Америкам бар. Бұл кезінде сол 18-ші ғасырда бұны бүкіл Европа корольдары, басқалары осы Еремей Бентамды кеңес қып шақырды, кеңесші болып.
бір штат Луизиана ғой деймін, Америкаға барып, барлық көрсеткіштерден, экономика, әлеуметтік, басқа жағдайдан ең көрсеткіштер төмен штат Луизиана деймін, сол штатта бұл өзінің уставын жасады, конституциясын жасады, басқа деді бір қоғамдық ұйымдастыру жағдайынан жасап, мемлекетін құрып, мемлекет болғанда штатының несін құрып, сол 10 жылдың ішінде бірінші қатарға шығып кетті. Сонда сиқыры неде? Сиқыры сол эволюциялық жолменен. Үйрету, оқыту, ғылымға құштар болу, соның арқасында жеткізді. Ал енді революциямен бізде енді өздеріңіз білесіздер, Қазан төңкерістен кейін Алаш мемлекеті болайын деді, Алашты жол бермеді, басқа деді, сол анау бұрынғы отаршылық саясатын түбі сол ғой енді, отаршылық. Солмен келіп Совет үкіметін жасады, қазақты қойшы қырды. 6 миллионнан 2 миллион қалды дейміз сонда міне. Кеткені кетті, шетелге алып. Атқан атты, түрмеде қанша нетті. Міне бұл революциялық жол. Олмен ешқандай жетістік болған жоқ. Мысалы, бізде әлі қалыптасты ғой, сол эволюция бәрібір әлі бар бізде қазіргі таңда қазақтарда. Қазақта бар, қазақтан енді соны жетілдіру керек. Соны енді біздің, енді өзіңіз білесіз, қазақтың құндылықтарын бәрі құрып бара жатыр ғой. Құрып бара жатыр. Мен өзім енді қаншалықты қазақтың тілін, қазақтың тарихын, неғұрлым білгеннен, соғұрлым менің былай айтқанда, сіздердің сөзбен айтқанда патриоттық сезім одан сайын өсіп бара жатыр. Ай, бұндай халық жоқ әлемде дегендегі. Біздің қазақта ел жоқ. Бұл отырыс-тұрыстың бәрі білім ғой. Біліп атқан адамға білім. Ал енді қазақтың тілін алсаңыз, қандай керемет. Түрк әлемінде, түрк әлемі, біздің мына түркі тілдес халықтардың ішінде ең бірінші қазақ тілі екен. Оны бәрі мойындап отыр. Дұрыс айтады. Бірақ мен кейде таңғаламын, қазақ өзіміздің тілімізден сөйлегенде өзіміз кейде ұялатындар бар. Арасында орысша сөйлеп қосып жіберетіндер бар. Ойбай, мұны қазақша сөйлеп тұр, екі қазақ, неғып қазақша сөйлеп тұр деген. Енді мен сізге айтайын. Или біздің жаңағыдай рухымыз әбден төмендеп кеткен ба деп ойлаймын осы. Мынау 70 жыл бердің ғой. Оның алдыма қанша жыл отаршылық. Отаршылық қай жылдары басталды міне? 300 жыл болды ма сонда? Енді бұны да түсінуге болады. Енді бір күнде бәрі қазақша сөйлеп кетпейді ғой. Мысалы, бізде ондай олқылықтар, кемшіліктер бар. Бірақ оның бәрі адамға байланысты. Адамға байланысты. Сол енді, ал ол сіздің сөзбен айтқанда патриоттық сезім көбісіне әлі келмей жатыр, білмей жатыр. Сондықтан бұдардың енді көп жағдайларда орыс жаққа кетіп қалатында түсінуге болады. Совет үкіметінде автобуста кетіп бара жатқанда қазақша сөйлесең, вы что там на своем говорите? Говорите по-русски деп айтатын. Қысым болды. Ұялма, болды. Қиын қысымдар болды. Басқасында айта берсек көп. Енді мен өз басымнан да неше түрлісін өттім. Сонымен қатар енді бәрі салыстырмалы түрде білінеді ғой. Мен сізге айтайын, осыдан 30 жыл бұрын бізде бұндай болған жоқ. Қазір еркіндік бар. Қазір еркіндік бар бір. Қазір көбісі қазақша сөйледі. Мені қуандыратын біздің жастар. Жалпы мен сізге айтайын бір мысал, өз басымнан кешкен. 80 жылдың ортасында мен Ленинградта оқыдым. Қазіргі Санкт-Петербург. Да, Санкт-Петербургта. Сонда біздің профессор Яков Михайлович Бельсон деген, екі аяқ жоқ фронтовик. Өзінің бір Интерпол деген кітабының тұсаукесері болды. Сонда мен бір 7-ші ма, 8-ші қатарда отырғам. Енді Құдай сақтасын, онда енді бір поток қой. Бізде ол кездерде Вьетнам бірге оқитын, Моңғол бірге оқитын, немістер оқитын,
Африкадан оқитын, Құдай сақтасын, афгандар оқитын 15 Афганистан. мемлекеттен бөлек. 15 мемлекет бұрын. Ойбай, 15 мемлекет бері қалды. Басқа шет мемлекеттің недері болды, тыңдаушылар болды. Сонда әлгі президент отырып, мен бүйт шақырып алды. Мен бай деймін де, мен. Сонда жанына барсам, айтады, вы молодой человек с Казахстана, дейді. Я говорю, да, так точно, да. Вот у вас слово есть, дейді. Арақ, арық, дейді, арық, и арақ, дейді. Арақ напился, варик упал, дейді. Енді өзінше қалжында қалысқан. Кейіннен солмен екеуміз, былай айтқанда, қарым-қатынасымыз жақсы болды, сол профессормен. Сонда мен айтам ғой, Яков Михайлович, а как вы узнали, что я с Казахстана, деп? Ол айтады, я, говорит, уже много, 40 лет преподаю, дедім. Да, 40 лет преподаю. Казахи, чем другие азиатские национальности, отличаются, говорит. Я их сразу узнаю, говорит. Я говорю, каким образом? Бұл қазақтарын, дейді, лекцияда болсын, басқасында болсын, көздері жанып тұрады, дейді. Білімге деген құштар, дейді. Мықты, дейді. Көздерінен танимын, дейді, бұларды, дейді. Қазақтарды. Білімге жақсы, дейді. Ол бір ма? Ол 80-ші жылдары болған. Кейіннен мен Назарбаев университетінде ұлттық эксперт болдым. Енді жұмыс жасадым. Өзім сол неге шақырған екен, өзім сонда барып, сонда жұмыс жасадым. Сонда Кассио Шегеу деген ректордары болды, естеріңізде болса, сол осыдан бір 10 жыл бұрын. Сол бір корпоративте айтады, мен, дейді, Японияда жүргенімде ойлағам, дейді, әлемде ең мықты жапондардың жастары, деп. Мен мұнда Қазақстанда 5-6 жыл болды, дейді. Енді мен ойлаймын, дейді, бұл әлемде ең мықты қазақтың жастары, деп. Біз енді бір-бірімізге қарап күлдік. Енді Сен бізде Қазақстанда қаржысын алып жатыр. Бізде істейді. Енді бұл айтпағанда кім айтады деп ойладым. Сол Назарбаев университетте жүргенде мен бір қазақпен таныстым, Европаның қазағыменен. Тұрсынжан Тоқай деген профессор Тоқай. Әлі де істейді ол. Сол осы мына 22-ші жыл ма, қашан болды біздің аурудың аты қалай еді? Ковидтің алдында Тұрсынжан маған айтады, мен өзімнің бір магистранттарымда практикаға Қытайға жібердім, дейді. Кейіннен бір 2-3 айдан кейін өзім бардым, дейді. Өзім барсам, аудитория кіріп бардым, дейді. Клейін, профессорский преподаватель состав дейді ғой, оқытушылар отырған. Сонда кіріп барсам, бәрі қолдарын шапалақтады, дейді. Ойбай, мыналар неғып маған қолдарын шапалақтап отыр. Не екен бұл? Қазақстан бір мейрамы екен деп. Ол енді біздің Қазақстан граждан емес қой. Білмейді ғой көп заттарды. Не екен деп. Соны орма барып отыра салып, атып тұрдым да айттым, дейді, кешіріңіздер, не үшін мені бүйтіп қошеметтеп жатырсыздар, деп. Содан бір қарты тұрып, профессор Тоқай, жуықта сіздің 6 магистранттарыңыз келіп кетті. Жоғары деңгейде бәр жағынан өздерін көрсетті. Сіздің іріктеп жіберген магистранттарыңыз, деп. О, рахмет, қалай іріктеп жүрген? Айтын, дейді, кешіріңіздер, мен іріктеп қайсын жіберген жоқпын. Менің потогымда 102 магистрант бар, 102-інде көрсеткіштер осындай. Сіздер 6-ын көрген дейді, айтын, дейді. Соны бәрі тағы қол шапалақтап, әлгі қарт профессор тағы тұрып айтты, дейді. Профессор Тоқай, ондай болатын болса, қазақтың жастары осындай болса, қазақтың болашағы зор екен деп айтты, дейді. Амин. Айтайын дегенім, жалпы
қазақ қоғамының, қазақ халқының, қазақ елінің потенциалы өте жоғары. Керемет потенциал. Бұның біздің жастарға сол бір кішкентай бір демеу болса, жайы дұрыс болса, қоғамда, оқығанда, әлеуметтік жағдайы дұрыс болса, мен ойлаймын, біздің әлі қазағымыздың болашағы әлі алда. Біз бұлай өзімізді жоғалтқан бұлт емеспіз. Біздің қорымыз бар, тіл қорымыз бар. Біздің бұлай айтқанда дәстүріміз мықты. Біздің жалпы бұлай енді бірақ бір несі ойынбай жатырмыз да. Бір жақып Дулатов айтпақшыдай оян қазақ деп бұрын айтты, әлі ояна алмай жатырмыз. Сол ояна алмай жатырмыз. Мен бір түсінгенім, біз ояна алмай жатырмыз. Ал бұлай потенциал мықты. Енді патриоттық деген ол анау совет үкіметінің идеологиясынан қалған сөз ғой. Құрастырылған сөз. Ал бұлай сезім. Бірінші ошақ. Жанұян. Осы жерде тағы да сөзіңізді бөлейін. Қазіргі таңда зейнеткерсіз, тағы да бір естігеніміз бар. Сіз де өзіңізді жаңағы сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой. Ауылдан ауылды жерлерді көркейту керек, көтеру керек деп. Сол себепті ауылды жері өзіңіздің туған ауылыңызға барып, ошақ деген. Сол туралы айтып берсеңіз. Енді ошақ неден келді? Ошақ біздің, мысалы мен 15 жыл зейнетке шықтым. Бір адам келеді, маған осындай бір мәселем болып қалды әкімменен, прокурормен мәселе болып қалды, аудан әкіммен мәселе болып қалды деп. Сондай-сондайлар келеді. Мен біреуіне көмектесем, екіншісіне көмектесем, үшіншісіне көмектесем, жалпы енді шыны керек шаршап кеттім. Содан мен айттым, сіздер бір 10 адам қосылып бір қоғамдық бірлестік жасамайсыздар ма? Содан атын қалай қоясыздар, өздеріңізге байланысты. Содан кейін бәрі жабылып, бір үйір болып, өз құқықтарыңызды қорғайсыздар. Соны жасауға болады ғой деп. Бір айттым, екі айттым, ешқандай тіршілік болмады. Содан өзім алдында сондай қоғамдық бірлестік жасадым. Ал енді оның негізіне бағдарлама керек қой. Оған енді о кезде Нұр Отан болды, неше түрлі біздің бағдарламалар шықты, рухани жаңғыру, мәңгілік ел. Енді олардың былай айтқанда сәйкес келмейді. Содан мен мына әлемдегі Біріккен ұлттар ұйымының бағдарламасын негізге алдым. Тұрақты даму, оның 17 мақсаты деп. Енді бәрі келеді, түгел енді, босқа емес қой. 100-ден астам мемлекет, 200-ге таман қолдарын қойып, осы бағытта жұмыс жасаймыз деп жасап жатыр. Бірақ оның көбісі білмейді, даже мемлекеттік қызметкерлер де білмейді. Соны негізге алып, қоғамдық бірлестік жасап, ошақ, отан, орда деп бағанаға сол үш құрамнан тұратын біздің қазақтың идеологиясы. Бүгінгі қазаққа идеология керек. Ол қазақтың идеологиясы, қазақтың құндылықтары. Болды. Бізде ондай білім, ондай рухани жоғары не, ондай ешкімде жоқ. Соны алу керек. Абастан. Содан кейін соны нетіп, енді жалпы жергілікті өзін-өзі басқару. Бұл үлкен мәселе. Жергілікті өзін-өзі басқаруды қарап отырсаңыз, оның тарихын да білем, зерттеген талай, өзімнің бір қорытындарым бар, ойым бар. Қарап отырсаңыз, бүткіл әлемдегі дамыған мемлекеттер дегеннен мемлекет болып басталып келетқаннан қаланып келетқаннан бірінші сол негізін құрған жергілікті өзін-өзі басқару. Содан кетіп, содан дамыған ғой. Бізде міне 30 жылдан асты, неше түрлі реформа жасап отыр, неше түрлі бағдарламалар бар. Бәрін
ешқандай бір жетістіктері жоқ әкетіп бара жатқан. Себеп неде? Себеп бұның негізі жоқ, фундаменті жоқ мемлекет. Ол крышасын салса да, стенасын салса да, фундамент құлап қалады, жүрмейді, оңбайды. Қанша бағдарлама несін? Бізге ең басты жергілікті өзін өзі басқару, бірінші фундаментін салу керек. Содан кейін үй болады ғой. Иә. Онсыз фундаменті жоқ үй ол бола ма? Ол болмайды. Сондықтан біздің бүткіл реформалардың бәрін, басқа да бір жағдайлардың бәрі болмай жатқаны сол. 20 жылдан асты. 4-5 парламент қалып келді ол санды. Әлі күнге дейін шамалары жетпей жатыр. Өспей жатыр, өнбей жатыр. Ал бірақ президент Тоқаевтың 21-ші жылғы ма, 22-ші жылғы ма өзінің тұжырымдамасында жергілікті өзін өзі басқару бәрін айтып кетті. Қорықпау керек, елге билік беру керек, басқа да деп. Міне, соның арқасында біздің басқаларды алмай қойын. Бұдар қиқ етсе, Батыс Европаға нететті? Еліктейміз. Бүткіл қай нені алмасаңыз да, құқық саласын алсаңыз да, экономиканы алсаңыз да, әлеуметтік несі қиқ етсе Батыс Европа. Батыс Европа қайда, мен қайда? Біз Азиядамыз. Бізге келмейді, болмайды. Сонда даже жергілікті өзін өзі басқарудың тұжырымдамасында 7 мемлекетті қойып қойыпты ана. Неміс, Англия ма, Франция ма, содардың бәрін қойып қойған, ол қазақ қайда, анау қайда. Бізге міне тұсымыздағы көрші осы жергілікті өзін өзі басқару бойынша міне қазір ең басты Өзбекстан келе жатыр алда. Керемет болып жатыр. Бұл әлі өзін былай айтқанда жетістіктерін көрсетеді, алда бұлдар. Экономикасы болсын, әлеуметтік болсын, басқасы болсын. Олар түсінді. Бірінші үй салудың алдында фундаментін салу керек. Бізде сол фундамент жоқ, өкінішке орай. Сондықтан бізде бүткіл былықтардың бәрі содан болып отыр. Әлсіреп отқан. Менің ойым сол. Рахмет. Енді жалпы қазір қорытындыласақ, бүгінгі тақырып өте мәселелі болды деп ойлаймын өзім. Өз басым сізбен әңгімелесіп, мына тарих жөнінде біраз әңгімелер кетті. Жаңағы Алаш ордасы туралы мәселелер қозғалып, 100 жыл бұрын Міржақып Дулатовтың Оян қазақ деген әлі де оянбай жатқанымыз жүрегім. Ол рас, біраз мәселелерді қозғалдық деп ойлаймын. Енді осымен бағдарламамызды аяқтасақ, соңғы өзіңіздің бір қорытынды сөзіңізді, тілек лебізіңізді айтып берсеңіз. Енді менің тілегім әр адам өзіне жауапты болу керек, бір. Екіншіден, әлемді өзгертейін десең, өзін өзгеруің керек. Жақсылыққа, жақсы сөзге, жақсы істерге ойын таза болса, тілін таза болады. Тілін таза болса, ісін таза болады. Ең басты бұнардан бастау керек міне. Сондықтан әр адам осындағы біздің қоғамда қазағымызға айтарым, әр қайсымыз басқа біреуді сынамай, басқа біреуді қарамай өзімізден бастауымыз керек. Сен бірінші өзінен баста. Өзің жақсы бол. Ойын жақсы болсын, тілін жақсы болсын. Тіліміз жаман болып бара жатыр. Көгілдір экрандардан боғауыз сөз айтады. Сұмдық қой мынау деген, масқара ғой. Әрине. Қазіргі таңда теледидарда көбінесе орысшаланып бағдарламалар да аз, қазақша кішкентай баланың арналған мультфильмдер аз. Байқасаңыздар, түрік сериалдары бар, корей сериалдар бар. Біздің бір рухты көтеретін бір мәселе, қазақи бір сол сияқты бір кинолар шығарса, қазір кішкентай жасөспірім баламыз соны көріп, еліктеп, біздің ата-бабамыз қандай батыр болған деп. Дұрыс айтасыз. Солай өзгере ме деп ойлаймын. Бесік жырын тербеткен әжелеріміз азайып баратыр қазір. Рахмет, сізбен жақсы. Керемет сұхбат болды. Қош, сау болыңыздар.